Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сауын аппараттары туралы айтатын боламыз. Әуелі сіз біздің арнаға тіркеліп, қолдау білдіріңіздер. Олай болса, біз бастаймыз. Сауын аппараттары өте өзекті тақырып. Өйткені ол елімізде тиын тебен тұрмайды. Яғни бұған үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Білместікпен жасалған шешім қалтаңызға әжептәуір шығын болып тиюі мүмкін. Яғни бұл видео сіз үшін өте пайдалы болмақ. Сондықтан да соңына дейін көріңіз. Біз нақты бір аппаратты жарнамаламаймыз, жалпы сауын аппараттары туралы айтатын боламыз. Жақсы тұстары және кемшіліктері жайлы. Орта бағасы 200 000 теңге болатын аппараттың несі жақсы? Біріншісі, сүт тазалығы. Вакуумдық жүйеде сауылатын болғандықтан сүт өте таза болып шығады. Екіншісі, уақытыңызға үнем. Уақытыңызды үнемдейді. Үшіншісі, күш қуатыңызды үнемдейді. Шағын сау аппараттарының кемшілігі. Ең әуелгі кемшілігі ол жуу. Шағын сау аппараттарын жуу өте ыңғайсыз және қиын. Екіншісі, жөндеу жұмыстары. Егер де сіз сапалы емес аппарат таңдап алған болсаңыз, онда оны жөндеп тұру керек болады. Жалпы сауын аппараттары екіге бөлінеді. Біріншісі шағын сау аппараты, екіншісі стационарлы құрылғы. Бірақ біз стационарлы құрылғы жайлы айтпаймыз. Себебі стационарлы құрылғы елімізде саусақпен санарлық. Біз дамымай қалған үшінші сортты мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан, ол стационарлы құрылғы қазақ шаруаларының 99,9%-на қол жетімсіз. Оны еуропалықтар бір мезетте 100-200 ешкіге дейін сау үшін қолданылады. Шағын сау аппараттары біздің шаруаларға өте қолайлы. Ол плюс 5 градус температурадан жоғарыда жұмыс жасауға арналған 220 вольттық ток күшімен жұмыс жасайды. Бұл аппараттарда негізгі қозғалтқыштың 3 түрімен жасалады. Біріншісі құрғақ қозғалтқыш, екіншісі майлы қозғалтқыш, үшіншісі сулы қозғалтқыш. Шаруалардың көбісі қазір сулы қозғалтқышпен жұмыс жасайды, өйткені ол өте тиімдісі жаңағы ыңғайлы әрі дыбысы қатты емес. Водно-кольцевой двигатель деп іздесеңіз, табу онша қатты қиын емес. Сүт жинағышының да 3 түрі болады, яғни пластик, екіншісі алюминий, үшіншісі тот баспайтын темірден жасалған сүт жинағыштар. Өндіруші ел ретінде біз Қытайды қоспаймыз. Негізгі екі елдің өнімі өте жақсы. Ол бірінші солтүстіктегі Ресей және Түркия. Түркиялық өнім сапалырақ. Қуаты мен күштілігі туралы алып қашпа әңгімелер өте көп. Яғни барынша қатты қуатты күшті болатын болса, соншалықты жақсы деген әңгіме ол өтірік. Қуаттылығын таңдаған кезде сіз неше ешкіні бір уақытта бір мезгілде сауатыңызға байланысты. Бұл аппараттардың негізгі кемшілігі оларды жуу. Жуу әдісі май кетіргіш қоспа қосылған температурасы 40-50 градус Цельсий болатын суды сорғызамыз. Таза сумен қайталап жуамыз. Арагідік ершік щеткалармен де тазалап тұрған дұрыс. Айта кететін бір жайт, ершік щеткалар комплектіде болуға тиісті. Осымен біздің сауын аппараттары туралы видеомыз аяқталды. Егер де сізге ұнаған болса және сізге пайдалы болған болса, онда лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.